Ассаламу алейкум, құрметті жамағат, қадірлі достар. Біз міне Қостанай облысы, Қостанай ауданы Мичурин ауылдық округындағы Алтынсары елді мекеніне мешіт салынғалы жатыр. Биыл соның алғашқы материалдарын міне алып жатырмыз. Бізге соны Қостанай Құлсары қаласынан Гүлбей ханымның жасап жатқан демеушілігімен мешіттің кірпішін алып жатырмыз. Міне Алтынсары ауылы, бұрынғы Әлжан ауылы, кірпішіміз келді. Мынау биылғы осы қыста өткенде ақпан айында жинаған жігіттердің еңбегі. Пискоблок орнаментіне әр жермен керек. Ал қадірлі жамағат, елдің болашағы ол бірлікте, иманды жастардың қолында. Иманды адам ешқашанда, еш уақытта елдің ала жібін аттамасы болар, елдің қазынасына қол салмасы болар. Ендеше азаны бар, ауыл азбайды деген қағидамен біз биыл Құдай қаласа Алланың бұйрығымен үшінші мешіттің, Қостанай қаласындағы үшінші мешіттің іргетасын қалауға дайындалып жатырмыз. Осы жерде мешіт болады. Бұл бұрынғы Әлжан, қазіргі Алтынсары ауылы. Ауыл осы жерден аяқталады. Ауылдың дәл іргесінде, шетінде осы маңайда мешіт салынады. Құдай қаласа, мынау жақта асфальтқа дейін 2 километр, 2 шақырым. Сол жерге дейін биыл 285 үй салынады екен. Қайрат деген бауырымыз Алла ризалығы үшін өзінің көлігінің зекеті беріп жатыр, тегін әкеліп жатыр. Осы жерге түсіреміз қазір. Бізде Қостанайда әлі қар көп. Осы қар кедергі көп тұр. Қар тезірек кебу үшін орнын қырып қойдық. Ауылдың жігіттері қырып. Енді Құдай қаласа осы қар кетсе, осы 1-2 аптада оразаның басында біз бастаймыз жұмыс. Қадірлі ағайын, құрметті жамағат, баршаңыз осы қайырлы істе бірге болуға, атсалысуға шақырам. Және мына төменде көрсетілген Каспий Голд арқылы өзіңіздің қолдауыңызды, демеуіңізді білдірсеңіз болады. Тиыннан теңге, тамшыдан теңіз құралады. Ендеше жалғыз тал орман болмас, жалғыз кірпіш қорған болмас дейді. Алла ынтымақ бірлігімізден айырмасын.